Рухани жаңғыру ұлттық жаһандық жаңашылдыққа жетелейтін жол. Рухани жаңғыру құндылықтары біздің басты бағытымыз. Тарихты құрметтеу, отанға адалдық, ғылым мен білімге ұмтылыс, мұның барлығы біздің халқымыздың бойындағы асыл қасиеттер дейді ел президенті. Осы құндылықтарымызды халық бірлігін, ұлтымыздың жасампаздығын нығайтуға, бәсекеге қабілетті болуға жол ашады. Қазақстанды болашаққа бастайтын жастар. Осы тұрғыда еліміздің жасампаз жастарының санасына ұлттық құндылықтарды сіңіріп, рухани болмысын өзгертіп, рухани мәдени санасының дамуына үлес қосу мақсатында Семей көпсалалы колледжінде рухани жаңғыру, өзінің жарқын болашағын жасау тақырыбында 11-ші және 22-ші қазан аралығында арнайы пәндер пән білестігінің 10 күндік декадасы ұйымдастырылып отыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған колледжшілік спартакиада. Отбасы құндылықтары атты дөңгелек үстел. Білім кілті кітапхана, кітапханаға саяхат жасау. Сағындырған сұлу жыр, сыныптан тыс сабақ. Қазақ спортшылары ашық тәрбие сағаты. I know everything, зияткерлік ойыны. Қызықты қазақ тіл әлемі, интеллектуалды сайыс. Ашық сабақ, екпінмен ұзындыққа секіру техникасын жетілдіру. Монтессори технологиясының ерекшелігі сыныптан тыс сабақ. Білгірлер сайысы зияткерлік ойыны. Осы жоспар бойынша ұйымдастырылып отырған іс-шараға келіңіздер, көріңіздер, ат салсыңыздар.